Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 98-ші сабақтың 3-ші, 4-ші және 7-ші есептерін шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контентті қолдап қойыңыздар. 3-ші есеп. Бөлменің ұзындығы 8 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Осы бөлменің еденінің ауданын табамыз. Бөлме қабырғаларының бетінің ауданын есептейміз. Және бөлменің бір қабырғасында терезе мен есіктің бар екенін есепке алып, бұл бетінің де ауданын табамыз. Есепті шығару үшін әуелі онда берілген барлық деректерді жазып алайық. Ұзындығы берілген. Сегіз метрге тең. Ені 5 метрге тең және биіктігі берілген. Бізге не табу керек? Еденнің ауданын табу керек. Әуелі. Бүйірдің ауданын табу керек. Арт жағының ауданын табу керек. Және алдыңғы жағының ауданын табу керек. Енді осыған кірісейік. Еденнің ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Ұзындығы 8 метр, ені 5 метр, ауданы 40 метрге тең. Бүйірінің ауданын табуымыз керек. Бүйірінің ауданын табу үшін бізге ені мен биіктігінің өлшемдері керек. Он 15 метр квадратқа тең. Енді артқы жағын табайық. Артқы жағын табу үшін бізге ұзындығы мен биіктігінің өлшемі керек. 8 метр көбейту 3 метр. 24 метр квадратқа тең. Ендігі табатынымыз ол алдыңғы жағы. Алдыңғы жағы. Осы алдыңғы жағын таппас бұрын біздің бөлмемізде терезе және есік бар. Соны есепке аламыз. Терезенің өлшемі шаршыға ұқсас, ұзындығы 2 метр. Демек, терезенің ауданын тауып алайық. 4 метр квадрат. Енді есіктің ауданын тауып аламыз. Есіктің бір қабырғасы 2 метр, екінші қабырғасы 1 метр. Демек, есіктің ауданы 2 метр квадрат. Екеуін қоссақ 6 метр квадрат шығады. Енді осыны есепке ала отырып, алдыңғы жағының ауданын табуымыз керек. Алдыңғы жағының ауданы артқы жағының ауданымен бірдей. Өйткені екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Бірақ біз осы ауданнан мынау есік пен терезенің ауданын алып тастаймыз. Алты метр квадратты алып тастаймыз. Сонда алдыңғы жағының ауданы бізде 18 метр квадрат болып шығады. Мінекей есебіміз шықты. Келесі 4-ші есептің ә бөлігі. Қай қораптың жазбасы берілген дейді. Бізде 3 түрлі қорап берілген. Осы үшеуінің қайсысының жазбасы мынандай болып шығады. Ол үшін біз жазбаны бүктеп көрейік. Мынау 1 деген саны бар жағын астына қарай бүктейміз, төмен қарай бүктейміз, 4-ті төмен қарай бүктейміз, 3-ті де төмен қарай бүктейміз, 6-ны төмен қарай бүктейміз, ал 2-ні астың жағына қарай бүктейміз. Сонда біздің текшеміздің ең бетінде 5 деген сан қалады. Оң жақ бүйірінде 1 деген сан қалады. Алдыңғы жағында 4. Сонда біздің қай шаршымыз шықты?
Б бөлігіндегі шаршымыз шықты. Демек, мына жазба осы шаршының жазбасы екен. 7-ші есеп ізденушілікке берілген тапсырма. Астыңғы текшенің қабырғасы 6 см. Оның үстіне қойылған әрбір текшенің қабырғалары 1 см-ге кеміп отырады. Онда ең үстіндегі текшенің қабырғасының ұзындығын тап дейді. Ең астындағы жасыл текшеміздің қабырғасы 6 см болса, қызыл текшеміз одан 1 см-ге кем болса, демек ол 5 см болғаны қабырғасы. Ал оның үстіндегі сарымыз 4 см-ге тең, оның үстіндегі қызыл сары текшеміз 3 см, ең үстіндегі көк текшеміздің қабырғасы 2 см-ге тең.